Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз отрисовканы үйренеміз. Алдыңғы сабақта ағылшынша болған, осы жолы мен орысшасын дайындап қойдым. Орылдым. Біз отрисовканы үйренеміз. Отрисовка дегеніміз, мысалы сіздерге бір тапсырыс беруші адам, заказчик, маған логотип керек деп айтты. Логотипі бар, бірақ ол жаман сапада, жаман качествода, жаман разрешение деп айтады. Сол кезде сіздер не істейсіздер? Сіздерге айтады, сіздер қайтадан салып бере аласыздар ма дейді, отрисовка дейді. Сол кезде сіздерге мысалы мен осы жолғы бір заготовка дайындап қойдым. Мысалы логотипті Google Chrome'ның логотипін мысалға алайық, осы жолы отрисовка жасап көрейік. Көрдіңіздер ғой, шеті сапасы нашар, яғни ол растровый, өте төмен сапада келген деп айтады. Разрешениесі барлық пиксельдердің бәрі көрініп тұр. Сіздерге енді растр мен вектордың айырмашылығын айтып отырмаймын. Бұл сабақ орылды білетін кішкене хабар бар адамдарға арналады. Егер білмей жатсаңыздар, ары қарай алып кету өте оңай. Міне бастаймыз. Көріп тұрғаныңыздай, ол шеңберден құралады екен көбінесе біздің элементтеріміз. Біз деген сол жақ панельден эллипсті аламыз, баяғы клавиш F7. Контролды басып отырып бұрыштан тартатын болсақ, бізде пропорциясы өзгермейді. Егер де біз жай ғана тартатын болсақ, міне бізде ол эллипсқа айналып кетеді. Таза шеңбер емес, круг емес. Контрол тартып отырсақ, пропорциясын ұстап отырамыз. Енді біз осыны центровать етіп аламыз. Былай горизонтальный, вертикальный. Горизонталь оның барлығын алдыңғы сабақта үйреткен болатын, тағы да айтып өтейін. Мысалы сіздерге дәл осы объектінің ортасына отцентровка жасау керек болатын болса, бізде барлығы қабырғалар тең болып тұратын болса, біз айтып отырмыз, былай істей аламыз. Бір тәсілі, тек қана пиді бассақ, дәл ортасына алып келеді, яғни мына форматтың дәл ортасын центровать етеді. Я болмаса шитте тұратын болса, мынаны белгілейміз, выделять етеміз, shift ұстап отырып, объектінің келесі объектін белгілейміз. Содан кейін бізде выровню распределить шығады. Осыны біз горизонтальный, вертикальный центровка дейді. Осыны белгілейміз. Енді дәл осыны бізде үлкейту үшін, осындай болу үшін, мен shift ұстап отырам клавиатура клавишасын. Shift ұстап отырам, шеңбер бізде пропорционально үлкейіп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай бояп қойып, көрінбей қалдым. Сарымен бояп қойдым. Мышканың оң жақ клавишасын. Міне. Кішірейткенде де төмен қарай бағыттаймын, бірақ shiftті жібермеймін. Shift ұстап отырып, тағы да копировать етемін. Копировать етуді білесіздер. Мышканың сол жағын басып тұрып, жібермей, оң жағын басамыз да, сол кезде ол көшіреді. Міне. Және бір круг жасаймыз. Тағы да копировать етемін. Бізде 3 круг пайда болды. Біреу сыртқа, ішкісі ақ, және мынау светло-голубой. Ал енді осыларды, мына бір бізде секторларға бөліп қойып, осы секторларды отрисовать етеді. Мен осы жерде сол жақ панельді инструментпен аламын, басып тұрсам, бізде свободная рука дейді. F5 клавишасын басамыз. Болмаса кез келген осы инструменттердің ішіндегі желательно осы түзу сызық сызатынды қолданамыз. Ол мына свободная рука, яғни басып тұрып, бір рет басасыздар да, щелчок керек жерге. Сосын жіберіп тұрасыз. Мен мышканы ұстап отқан жоқ. Керек жерге әкелесіз, бір рет тексеріп етесіз, болды. Болмаса екінші инструмент екі нүкте арқылы. Мынаны басып тұрасыз да, міне, бұлай мышканы әлі жіберген жоқ, жібере саласыз. Бізде ровно ұстайды. Әркімнің ыңғайына қарай. Мен біріншіні қолданамын. Керек жерге қойып аламын да, тексеріп етіп саламын. Сосын мына нүктені бүйтіп алып шығамын. Свободный руканың бір жақсы жері осы. Бүйтіп нүктелеп отырмайсың. Мына жерге алып келемін. Аламын да, мына жерін бекітемін. Қосамын нүктелерді. Егер де қоспай қалсам, міне мен бірінші қосқанды көрсетіп жіберейін. Егер де мен қосып біріктірмесем, енді бізге мынадан кругтан осы көк жасыл цветті бөліп шығару керек. Ол үшін бізде высечь дейді, яғни бөліп шығару, мына кругтың, мынаны выделять етемізді, белгілеймізді, сыртқы кругты shift ұстап отырып, тағы бір рет щелк. Сол кезде бізде міне үшіншісі шығады, пересечение дейді. Екеуінің қиылысқан жерінен бөліп береді.
яғни мына жасылды бізге шығарып береді қазір. Міне белгілеп берді. Оны білу үшін біз жай ғана түсіп беріп қояйық. Жасыл бөлінді біз. Егер де сіздер мынаны істеп жатқан кездерде мына нүктені мына соңғы нүктеге біріктірмей қалсаңыздар, міне былай және тура сол қимылды істесеңіздер, әрекетті shift ұстап отырып, сіздерде ол бөлінеді, міне, бірақ боялмайды жасыл. Неге боялмайды? Өйткені міне екеуі біріккен жоқ. Ол кезде біз аламыз да, міне екінші инструмент узелді аламыз, екеуін біріктіреміз. Сол кезде бізді біріктіру нүктесі деп шығады. Воссоединить два узла дейді. Осы екі узелді біріктірсеңіз, міне сізге боялатын болады. Басқасын белгілеп қойған болуымыз керек. Міне бізге кеспеген екен ол. Басқасын белгілеп қойып. Мынаны аламыз да керек жерге әкелеміз, біріктіреміз. Біріктіргеннен кейін shift ұстап отырып басамыз, қиып тастаймыз. Мынаны керек емес бізге, удалить етпесеңіз delete арқылы. Міне жеке бөлінді. Бұны пока бір түспен бояп қояйық. Айтпақшы, әрбір жұмыс дегеннен кейін менің әдетім әрбір іс-қимылдан кейін сохранить етіп отыру. Яғни shift ctrl s бірін заготовканың ішіне сақтап қойып, from деп жаза салайық. Сохранить. Міне сақталды. Енді дәл осы іс-қимылды осы келесі мен жаңағы свободная рука деген инструмент алдым. Басып тұрып, тағы да сол қимыл. Яғни мынаны аламыз да белгілейміз да, shift ұстап отырып, кругты белгілейміз. Және үшіншісін, яғни пересечение, екеуінің қиылысқан жерін мына сарыны бөліп шығарып береді. Бөліп шығарып беріп, түске бояп қояйық бірден. Міне сары боялды. Бұны тағы алып тастаймыз. Тағы да инструмент свободный руканы алайық. Мына біріккен жерден басып тұрамыз, өзі шығарып береді. Бұны былай алып шығарып жеткізбей аламыз. Міне біріктіреміз. Енді біз тағы да осы әрекет істейміз, shift ұстап отырып, міне тағы да қызылға. Артығын удалить етіп тастаймыз. Міне бізде не пайда болды? Бізде осы үш элемент, үш деталь жеке алып шығу пайда болды. Енді біз оны жаңа айтқандай шетке алып шығайық, ортасындағы кругтарды белгілеу. Ондайда біз шетке объект растроить. Енді біз бұл жерде пипеткамен жұмыс үйренеміз. Яғни панель инструменттеріне световая пипетка дейді, осыны аламыз да. Мына копировать. Мен айтпақшы, бұл жерде барлығы смикте қойып қойдым, әдейі қиналмас үшін. Сіздерде RGB болып келуі мүмкін. Өйткені бүткіл веб страницадағы суреттердің барлығы автоматически RGB-да келеді. Біз смикке айналдырып алдық бірде. Оны мен кейінгі сабақта үйретіп тұрмын. Мына жерде бізде түсі қандай? Ақ екен. Бояп қоямыз. Бізде барлығы әдемі шығып тұр, ұқсап тұр, бірақ мына жерде барлығы біз однородный заливка дейді. Мына жерде перетекание болып тұр. Яғни түстердің түстерге үйлесуі, ауысуы, міне темно-зеленыйдан светло-зеленыйға, яғни жасылдан кішкене қараңғы жасылға дейін, қараңғы жасыл дейміз бе, не дейміз? Осы мына қызылдан күреңге дейін, сарыдан оранжевыйға дейін сол аралықта перетеканиясын жасаймыз. Яғни мына градиент аламыз, қайтадан алдындағы айтқан интерактивный заливка дейді. Градиентті аламыз. Қызылды басып тұрамыз да, қызылды щелк етейік, міне белгіленді нүктелері. Басамыз да, бағыттап көрейік. Міне біз осы пипетканы аламыз да, шығады. Болмаса былай алуымызға болады. На глаз дейді, көзге. Мына RGB шықты бізде. Бізге RGB керек емес. Аламыз да пипетка.
басамыз. Мына жердегі керек томнан ең қараңғы. Бұлай біз алайық та өзінің түсін алайық. Мына жерде кішкене басқаша қызыл емес, басқаша қызыл екен. Күнделікті көріп жүрген қызыл емес, басқа светлый ма, коралловый сияқты. Енді мына жасылды аламыз, дәл сол әрекет. Яғни аламыз, бағыттаймыз. Пипетканы аламыз, мына жерге басамыз, бірден алып шығамыз. Келесі мына нүктені басамыз, пипетка шығады, белгілейміз. Енді біз қарап отырмыз, қаншалық мына жерге жасыл, мына жерге дейін. Енді сары түсті белгілейік, жоғарыға. Мына жерде оранжевый белгілейік, сары. Енді біз не байқап тұрық? Мына жерде бізде қара сыртқы контурлары сынерді, сары контур көрініп тұрған барлығын алып тастау үшін выделять етеміз. Яғни бізде аламыз да F12 басамыз. Мына жерде контурдың барлығын аламыз да, нет дегенді басамыз. Екеуінің айырмашылығы бар ма? Бізде уже қанша жерден үлкейтсеңіз де печат сапасы өте жақсы шығады. Және бұл экспортқа байланысты. Сіздер қанша точка бересіздер, соншалықты ол жақсы шығады. Енді оның барлығын печатқа дайындау деп есептелетін сабақ. Оны кейін үйретемін. Егер де сіздерге қызық болып жатса, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Мына жер тағы айтып кететін нәрсе бар. Алдыңғы сабақта үйреткендей. Барлығын жеке-жеке бит тартқан кез шығып кетпес үшін біз оны біріктіруіміз керек, топтастыруымыз керек. Оны выделять етеміз де, группировать басамыз. Міне. Болмаса клавиатурадағы комбинацияны басамыз. Ctrl-G. Ctrl-J емес, Ctrl-G. Және оны керек разгруппировать ету үшін Ctrl-U. Қайтамыз. Кейбіреуі мына немен жұмыс істейді, панель инструкциялар жағымен. Осы жерде де жазылып тұр, басқан кезде әкелмей тұрып. Ctrl-G. Группировать объект. Тағы да арасында Ctrl-S сохранить етіп отырамыз сабақтарымызды. Міне. Әрбір бізде біз мына жердегі қарап отырмыз үлкейткен кезде. Мысалы, мынаны үлкейтетін болсаңыз, сіздерге айтады, 1 метрде 1 метр баннер басыңыз дейді, болмаса винил аракалда басыңыз дейді, 1000 миллиметрде тұратын болса, топақ болып қалсын. Пропорциясы кетіп қалды. Мына жерге мұқият мән беріп отырыңыздар. Мына мен толпаға қойдым, замокқа. 1000-ға келтіретін болсам, міне пропорциясын сақтай отыра үлкейеді. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын сабағымыз. Егер де сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жазыңыздар. Құдай қаласа барлығына жауап беруге тырысамын.